Ассалаумағалейкумдар. Мынау Део Матис. Бұл машина яғни бізге келді. Яғни иш шықты дейді. Иш шығып, тоқтың иш шыққаннан кейін машинаның аккумуляторының клеммасын айырдым дейді, мынау ергеннен кейін. Бұл жерде поворотты жақсаң, есікті ашқанда жанатын сигнал, яғни есік ашық тұр деген сигнал беретін қызыл красный мына жерде. Сол оң жаққа поворот жаққанда қосылып жанады. Біз релені, гитараның бәрін ауыстырып көрдік. Бірақ одан нәтиже бермеді, бәрібір қосылып жанады. Сосын біздің аварийный релеміз еріп, қызып, басқасын салдық, ода да нәтиже бермеді. Біз не таптық? Сөйтіп проводтың астына аштық. Сөйтсек бізде мына жерде проводтар өртенген екен. Өртеніп бір-біріне жабысқан. Қазір көрсетейін. Былай қарай кеткен. Мына жерге дейін. Мынадан келген, ар жағы сау. Ар жағы сау. Мына жерден қызып, яғни мына тұсқа келген. Бұл жағы да сау. Енді бізден бұдан шығатын нәтиже, бұл әуелде осы маңдарда бір-біріне жабысқан, или болмаса осы жерден бір-біріне жабысып, екі жаққа қарай таралған уақытында аккумуляторды ажыратқан. Яғни слабый минус келіп тұрса да, ол өртене береді. Жалпы естеріңізде болсын, яғни бұл бір шеттен или ар жақтан келіп өртеніп келетін нәрсе болатын болса, ол до конца осылай өртеніп келеді. Бұл ар жағына бармаған. Себебі мына жерден тек екі-ақ провод мына жерге дейін біткен. Біз енді қазір бұл проводтарды кесіп алып тастап, орнына жаңа провод саламыз. Себебі оның сырты ашылып қалған. Екі жағында қиып, қазір көреміз. Біз орадық проводтарын. Бұл жерде пока бәрі нормально. Енді өстіп келгенде мына провод тоже жабысып жатыр екен. Оны да мына жерден таптық. Еріген. Қазір осыны да ашып бараймыз. Мынау жаңағы біздің әлі матизіміз. Бәрін болдық па дегенде тағы бір проблема пайда болды бізде. Ол бізде мына провод. Және мына провод. Бұл қазір түсіндірейін. Замок ашайын. Замок ашып. Енді бізде аварийкінің көмекшісі. Міне жасап тұр аварийк. Енді бір қызық бар бізде. Мына екі проводты аварийк жасамай қалды. Ажыратсам жасайды. Кейсем жасамай қалды. Енді сол үшін ол провод дейтін былай кетіп, ары қарай кетіп жатыр. Біз бәрін ашып жатырық. Мәшін шешіндіреміз қазір. Біз мұяқтың сидеңгісін шештік. Біздің проводымыз міне. Енді бұл алға қарай кеткен. Артқа қарай кеткен. Біз енді артты шешіп жатырық қазір. Оны міне жағадан іздеп, бүйтіп келдік. Мына жерден іздедік. Мынадан шықтық. Анда бардық. Аварийка қосылып тұр. Артыма жағы жанбай қалды уже. Мына жерді кесіп тастадық. Осы жерден көрдік. Өстіп келгенде
примерно қазір бізде мына тұста бірдеңе бар. Қазір осы тұсты қараймыз енді. Енді қазір тоқтамай істеп кетті. Жаңа тоқтап қалып бір рет аварийк. Именно осы жерді шығарған кезде тоқтамай істеп кетті. Қазір көреміз енді. Так, біз аштық. Ол не? Мынадай болып қалыпты. Значит, бұл жерге су тиген. Осының кесірінен тұтарлап отыр даже. Жағып ұстап тұр, видео түсіріп тұр дәл қазір. Қарайық. Жақ. Жақындап. Әне. Мына. Көрінген? Тоқтап қалды. Көрінген тықылдап тұрғаны. Міне. Шырып кеткен ғой да. Мына проводымыз ғой жаңа. Қуып жатқан проводымыз осы. Жабысқан бір-біріне. Шіріген ғой. Су тигеннен кейін. Тек құрметті достар, причина табылды. Каналға жазылайық, курсқа жазылайық. Біз мынаны орын-орнына ораймыз. Сосын машинаны қайтадан жинаймыз. Вот.